Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге қаттама нан жасаймыз. Бүгінгі қаттама нанның арасына көкпияз және сиыр қостым. Ал кеттік, ұн, тұз, суды араластырып қамыр илейміз. Еттен немесе мантыдан қалған қамырларыңыз болса, содан да жасасаңыздар болады. Дайын қамырды 6 бөлікке бөлдім. Өте жұқа етіп жаямыз. Сөйтіп үстіне кәдімгі майды жағып шығамыз. Осылайша көкпиязды сеуіп, орап, осылайша видеода көрсетілгендей дөңгелек шарик жасаймыз. Енді осы дайын болған шаригімізді қайтадан жұқа етіп жаямыз. Содан соң қызып тұрған сковородкаға сары майды жағып жіберіп, екі жағы қызарғанша, корочкасы қызарғанша, екі жағын қуырып аламыз. Қамырдың бетіне сары май жақсаңыз болады, немесе сковородкаға жақсаңыз болады. Міне осындай өте дәмді қаттама нанымыз дайын болды. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді шықты. Біздің барлығымызға ұнады, ас болсын. Және достар, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.